Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай өте оңай әрі дәмді болып шығатын Наполеон жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап барнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен судың үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Одан кейін бізде уксустан бір шай қасық кішкене қосатын боламыз. Одан соң жақсылап араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін әпсенеге жазып кететін боламын. Одан соң бөлек ыдыста сары майымызды өлшеп осылай бір ыдысқа саламыз. Егер сары майларыңыз жұмсақ болатын болса, оны үгіту де оңай болады. Үстіне ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап үгітінді жасаймыз. Кейіннен жұмыртқалы массамызды үстіне құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан мен жазған мөлшерден көп те және аз да кетуі мүмкін. Сондықтан қамырымыз осындай жұмсақ болғанша қосасыздар және одан кейін осылай барлығын бірдей етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай қамыры өте оңай жасалады. Қамырымыз осылай жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырдың бетін жауып, морозильникке қатқанша қойып қоямыз. Кейіннен үстелімізге ұнымызды сеуіп, осылай қамырымызды жаямыз. Қамырды жып-жұқа етіп жаю керек. Қаншалықты жұқа болатын болса, соншалықты қытырлақ жақсы болып шығады. Қамырды пергамент қағазға қойып, бірден жайсаңыздар да болады. Одан кейін табамызға қойып, осылай дөңгелек етіп бір ыдыспен бөліп аламыз. Осылай шанышқымен тесіп, пеште пісіріп аламыз. Осылай барлық қамырды пісіріп аламыз. Менде мұнда 11 штук шықты. Ал бетіне себетін үгітінділерін осындай қалдықтарынан жасаймыз. Ендігі кезекте крем дайындаймыз. Менде бұл жерде сливкеден крем жасайын деп жатырмын. Бұл пирогқа басқа да заварный крем немесе қаймақтан крем жасап қолдансаңыздар да болады. Сливкемнің үстіне құмшекерін салып, осылай миксерлеп алдым. Енді тортты жинастырып шығамыз. Наполеон тегіс болып шығу үшін осылай ортасында бір рет үстінен басып қойсаңыздар болады. Қамырын қатты үгітпейміз, осылай кішкене басып, ірілеу етіп дайындаймыз. Одан соң осылай бетіне сепсеңіздер болады. Осымен біздің Наполеон тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Немесе менің каналымда басқа да торттардың түрлері өте көп. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.